Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен әр бала талғамай жейтін өте дәмді болып шығатын манная кашаны бірге дайындаймыз. Ешқандай түйірсіз, әдемі болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан сүт және де 1 стакан суымызды құямыз. Кейіннен бөлек ыдысқа үлкен ас қасықпен 4 ас қасық манная кашамызды салып аламыз. Мінекей, енді сүтіміз қайнап жатқан сәтте отымыздың астын орташа қойып, манная кашамызды біртіндеп видеода көріп тұрғандарыңыздай ақырын сеуіп, былғай отыра себеміз. Сол кезде сіздерде ешқандай да түйіршік болмайды. Манная кашаны орташа отта 3 минуттай және де баяу отта тағы да 2-3 минуттай ұстасаңыз, өте тез пісетін кашалардың бір түрі. Дәміне қарай тұз және қантын саламыз. Піскен соң міндетті түрде осылай бетін жауып 5 минуттай ұстаймын әр кашаны. Және болғаннан кейін жақсылап араластырып, ыстықтай ұсына берсеңіздер болады. Мінекей, біз ешқандай түйіршіксіз, өте дәмді, қатты қою емес, әдемі манная кашамыз дайын. Мен бұл жерде видеодан бөлек 1,5 кесе сүт, 1,5 кесе суға 6 ас қасық манная каша салып, крупасын пісіріп шықтым. Сонда менде 4 порция шықты. Мінекей, біздің кашамыз дайын. Менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып өтіңіздер, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.